Ең бастайық та сосын барып бастаймыз. регламент бойынша бірінші тіркеуден өту керек қой регламент бойынша. Бастау керек па? Мгм. Пока бер жағын түсіріп жүресің. Жоқ, бірінші бастаған кезде бір жақты түсіріңіз, сосын жоқ видеоға басында сөйлеген кезде тура мысалы жағын түсіресің. Жақсы ал, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгін ауылымызға Ақтөбе қаласының эко прожект компания жауапкершілігі серіктестігінен мамандар келіп жатыр. Негізгі мәселе ауылымызға мына Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Сарби, Құбасай, Қарауи ауылдарына жеткізуші және ауыл ішілік газ құбырларын салу жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есептер бойынша өткізілетін қоғамдық тыңдалым. Осы тыңдалым бойынша ауылға в общем газдың көгілдір отынның келуі бірінші осы кісілермен өтеді екен. Осы кісілердің қазір жобаларды тыңдайтын боламын. Енді регламентпен қысқаша танысып өтетін болсам, қоғамдық тыңдаудың қатысушыларын тіркеу жаңа тіркеліп жатсыздар ғой. 5 жарты сағат жергілікті атқарушы органның өкілінің кіріспе сөзі 5 минут, қоғамдық тыңдау қатысушыны сайлау 5 минут, баяндамашыны тыңдау 20 минут, сұрақтар жауап пікір алмасу 25 минут, қоғамдық тыңдау хаттамасын қабылдау 5 минут. Енді осы қоғамдық тыңдамның қатысушысын сайлау үшін мына эко жас прожект компания маманы Қылышбаев Ғабит Ордабайұлын ұсынамыз. Осыны дауысқа салып өтсек, оң қолдарымызды көтереміз. Қатысушы болып тағайындалды. Енді кезек сіздерде өздеріңіз жалғастырсаңыздар. Болды. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгін таныстырып өтейін, Шевкат Нұрдәулет, психолог, Эко Project компаниясының өкілі. Енді бүгінгі қоғамдық тыңдауға талқылауға шығарылып отырған жоба Ақтөбе облысының Ойыл ауданындағы Сарби, Құбасай, Қарауи ауылдарына жеткізуші және ауыл ішілік газ құбырын тарту жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есебі. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы. Жобаны әзірлеуші жаңа жоғарыда айтып өткендей Эко Project компаниясы. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес және Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы номері 286 қағидасына сәйкес өткізіледі. Осы қоғамдық тыңдаулар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Соған сәйкес біз осы қоғамдық тыңдауды өткізіп отырмыз. Ақтөбе облысы Ойыл ауданындағы Сарби, Құбасай, Қарауи ауылдарына жеткізуші және ауыл ішілік газ құбырын салу жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс түрінде өткізілетін қоғамдық тыңдаудың өтетін уақыты мен орны туралы хабарлама 1 айдан астам уақыт бұрын, яғни ағымдағы жылдың 19 наурызында Диапазон газетінде қазақ және орыс тілдерінде, сонымен қатар 20 наурызында Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасының ресми сайтында, бірыңғай экологиялық порталда және Авторадио Қазақстан радио толқынды арқылы және ауылдық округ әкімдігінің хабарлама тақтайшасында жарияланған болатын. Енді жобаға келетін болсақ, жобада Ақтөбе облысының Ойыл ауданындағы Қарауи, Құбасай және Сарби ауылдарында жеткізуші және ауыл ішілік газ құбырын тарту қарастырылған. Газ құбырына қосу нүктесі қолданыстағы қысымы жоғары 270 мм жер үсті газ құбыры. Газ құбырының қашықтығы 67 шақырымды құрайды. Геоморфологиялық тұрғыдан қарағанда аталған аумақ Сағыз өзенінің екінші жайылым үстіндегі террасасында орналасқан. Аз толқынды жалпы көтерілімі оңтүстік қарай Ақшатау және Ойыл аудандарына баратын жол айрығына дейін
жер үсті алаңы көптік шөгінділермен жабылған ұсақ құмды саздақтар және шаңды саздақтар болып келеді. Газ құбырының құрылыс алаңы таза, жер бедері инженерлік шаруашылық қызметтермен бұзылмаған. Ауданның климаты дала және шөлейт климатына жатады. Осыған сәйкес өсімдіктер жамылғысы да көбінесе жасанды өсімдіктермен жабылған. Жобада Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 140 бабына сәйкес топырақтың құнарлық қабатын кесіп алу және жұмыс аяқталғаннан соң қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу қарастырылған. Жеткізуші құбырды тарту барысында газ құбыры Жетенсай өзенінің астымен көлденең бұрғылау әдісімен өткізіледі. Құбыр полиэтиленмен жасалған, қабырғасының қалыңдығы 22,7 мм, диаметрі 250 мм құрайды. Құбырды жүргізу, су тасу маусымнан тыс мезгілде суға механикалық әсер етпестен өзен табанының астымен жүргізілетін болады. Жұмыстарды жүргізу 20 айды құрайды, яғни 1 жыл 8 айды құрайды. Атқарылатын жұмыстардың қоршаған ортаға әсері қысқа мерзімді болып саналады. Объектінің құрылысы барысында келесідей операциялық атмосфералық ауаны ластаушы көздер болып табылады. Дәнекерлеу жұмыстары, газбен дәнекерлеу, сырлау жұмыстары, ыстық битуммен гидро оқшаулау, траншейлер қазып, енгілер құру, инертті материалдарды төгу, траншейлерді көму. Құрылыс барысында атмосфералық ауаға 79,49 тонна жылына шығарылады. Пайдалану барысында 0,25-12 тонна жылына ластау заттар бөлінеді. Атмосферадағы ластау заттардың шашырау есебінің нәтижесі кәсіпорынның әсер ету аймағында барлық ластау заттар бойынша жол берілетін мөлшерде екендігін және жол берілетін мөлшерден аспайтындығын көрсетті. Осыған орай шығарындылар көлемі жол берілетін шығарындылар ретінде қабылданады. Осы жобаның санитарлық қорғау аймағы 100 метрді құрайды. Объектінің құрылысы барысында келесідей қалдықтар түзіледі. Коммуналдық қалдықтар 3,43-596 тонна жылына, электрод қалдықтары 0,14-866 тонна жылына, құрылыс қалдықтары 13,65 тонна жылына, металл сынықтары 1,1376 тонна жылына, сырлау материалдары ыдыстарының қалдықтары 0,0111 тонна жылына, майланған шүбіректер 1,651 тонна жылына осы қалдықтар түзіледі. Түзілген қалдықтар арнайы бөлінетін орындардағы контейнерлерге, ыдыстар мен қораптарға шығарылып, келісімшарт бойынша мамандандырылған мекемелерге шығарылып отырады. Сондай-ақ қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін төмендетуге бағытталған шаралар қарастырылған. Атап айтқанда, қалдықтарды түзілген мезеттен бастап алып кеткенге дейін уақытты нақты есептеу, аумақты тиісті санитарлық күйде ұстау, технологиялық жабдықтардың техникалық жағдайын ұдайы қадағалап отыру, қалдықтарды жинауды, сақтауды және жоюды санитарлық экологиялық талаптарға сай жүргізу қарастырылған. Су көзі келісімшарт бойынша мамандандырылған мекемелермен әкелінеді. Пайдалану барысында 2508 метр куб жылында су пайдаланылса, осынша көлемді су тасталынады. Тастанды сулар биоәжетханаға жиналып, солған сайын ассенизатордың көмегімен шығарылып отырады. Жалпы алғанда атқарылған жұмыстардың қоршаған ортаға әсері уақытша мардымсыз, ешқандай әсер жоқ, әсер күтілмейді. Рахмет. Енді осы жобаға қатысты сұрақтар болса, біз енді бұл жаңағы газ тарту мәселесінде біз осы экологиялық бақылаумен сіздерге келіп отырып, экологиялық жоба жасалынады бірінші. Экология департаментінен, облыс табиғи ресурстар басқармасынан, содан кейін ары қарай жаңағы экспертизаға жіберіледі. Енді осы жобаға қатысты сұрақтар, пікірлер, ойлар болса. Экспертизаның қорытындысы ма, сосын жетпей ме сонда мына жоба? Экологический экспертиза өтеді, содан кейін госэкспертиза тапсырады, сол госэкспертиза заключениесі керек қой. Сонымен бекітіледі. Сонымен бекітіліп, сосын ақша қарастырылады дейді ғой. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Ол қанша уақыт алады?
Иә, жұмыстың уақыты 1 жыл 8 ай ғой. Жұмыс енді жоспар бойынша солай көрсетіпті. Қазір тапшы жұмыстар 2 жылдай ғой. 2 жыл болса онда 27-ге кірмейді екен ғой, 28 екен ғой. Жиырмаға қарай ма сонда? Жоқ, біздің 20 емес. Жалпы осы жүргізу жұмыстары, жеткізу жұмыстарын айтып отыр. Бүгінгі күннен бастап 20 ма? жеткізуші газ құбыры, сосын ауыл ішілік газ құбырлары ғой, барлығы общий. Енді ана точка подключениеден алып келеді ауылға дейін. Сосын ГРП қойып ауылдың ішіне таратады ғой. Ақша бөлінгенге дейінгі жүретін жұмыстар ғой. Сұрақ қойсаңыздар, сұрақ. Енді үйдің құжаттарын жайлап дайындай беріңіздер. Келгенде қоса қоятындай қылып. Көп тоғай. Бұйырса ертең жер мамандар келеді, жер өлшейтін. Соларға нақтылап жерлеріңізді, қосқан жерлеріңізді барлығын дайындап қойсаңыздар. Маған хабарласасыздар. Сонда управление енді құрметті қоғам қатысушылар, енді мына главный проект жасалды. Енді бұйыртса экспертиза өтеді. Мына экологический экспертиза өткеннен кейін уже осы экспертиза өтеді. Содан кейін уже ақшасы бәрі бекиді ғой. Содан кейін енді бәрібір жүргізеді ғой енді. Биылғы жылдың аяғында конкурс өткізіле ма, әлде келесі жылдың басында ма, соған қарай өткізіледі ғой бұйыртса. Главный үйдің документтерін, құжаттарын дайындап істеп қойсаңыздар. Сосын енді бұл жерлер қанша деген бұзылады, траншеяға да не істейді. Бұлардың бәрі қайта қалпына келтіріледі. Орындары рекультивация жүргізіледі, биологический, технический. Все, қалған енді жаңағы қалдықтарды айтып өтті жаңа әріптесім. Барлық қалдықтар жаңағы өзі арнайы осы мамандандырылған мекемелер шығарып отырады. Жаңағы жоғарыда айтып өткен қалдықтарды. Дәнекерлеу қалдықтары, коммуналдық қалдықтар, судың жаңағы тоже суды әкеледі. Оны тасымалдылар тоже жаңағы ассенизатормен шығарып отырады. Ешқандай бір қоршаған ортаға әсері болмайды, ластамайды. Және жаңағы жерді қазу жұмыстары кезінде жаңағы 140 бапқа сәйкес жер кодексінің соған сәйкес қалпына келтіру жұмыстары проекті бар, рекультивация деген. Сол жасалынады. Соған сәйкес барлығы заңның аясында жүргізіледі. Сұрақ болса қойсаңыздар болады. Пока айта алмаймыз. Бұл жоба енді жаңа мен жоғарыда басында айттым ғой, 1 айдан астам уақыт бұрын жаңағы табиғи ресурстар басқармасының сайтында жарияланды, экологиялық порталда жарияланды, Диапазон газетінде, Ақтөбе радио газетінде, сонымен қатар мына акиматтың хабарландыру тақтайшасына ілінді, берілді. Яғни 1 айдан астам уақыт бұрын сұрақтарды жаңа порталда да қоюға болады. Сол сұрақтар қойылса, біз осы жердің жауаптарын береміз. Бірақ ешқандай бізде сұрақ түскен жоқ порталда. Сұрақ болмаса тыңдалымды аяқтайық мұнда. Келгендеріңізге көп рахмет барлықтарыңызға. Мына қоғамдық тыңдалым енді қабылдансын, хаттамаға қол қоятын боламыз. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Рахмет келгендеріңізге. Бұйырса газ келеді ғой. Шамасы да.